10 шілдеге арналған күнделікті нақты, сапалы жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта, күн керемет басталады. Таңертең сіз басқа адамдар батылы бармаған маңызды іскерлік мәселелерді шеше аласыз. Бұл келісім шарттарға қол қою, мәмілелер жасау үшін тамаша уақыт. Көптеген тоқтылар пайдалы таныстықтар орнатып, маңызды адамдармен сөйлесіп, болашақта олардың қолдауына ие болады. Басшылықтың көзінде беделіңіз артып, мансаптық өсім мүмкіндігіңіз артады. Бұрыннан қызықтырған, бірақ уақыт таба алмаған нәрсені үйренуге мүмкіндік туады. Барлық нәрсені өз бетіңізше түсінудің қажеті болмайды. Тәжірибелі таныстар мен үлкен достарыңыз бағыт-бағдар береді. Өзіңізге деген сенім сізді үлкен жетістіктерге жеткізеді. Бұл тек жұмысқа емес, жеке өмірге де қатысты. Жағымды таныстықтар болуы мүмкін, кейбіреуі ұзақ достықтың бастамасы болады. Романтикалық қарым-қатынаста жоққа шығарылмайды. Кешті отбасымен өткізген жөн. Үлкен туыстарыңызды аралап қайтуға уақыт табыла кетеді. Мұндай қарым-қатынас сізге жағымды эмоциялар сыйлайды және жақындарыңызбен араңызды жақсартады. Торпақ, өзіңізден де, өзгелерден де тым көп нәрсе күтпеңіз. Бүгін үлкен жетістіктерге жету екі талай. Бірақ ағымдағы істерді жақсы атқара аласыз. Бұрын қолға алынбаған маңызды жобаларды алға жылжытуға мүмкіндік болады. Көптеген торпақтар жаңа серпін алып, кішігірім сәтсіздіктерге қарамастан алға ұмтылады. Бірлесе жұмыс істеу сәтті болады, тіпті бұрын тіл табыса алмаған адамдармен де ортақ тіл табуға мүмкіндік бар. Жақындарыңыз істеріңізге араласып, сізге күнделікті міндеттердің бір бөлігін тапсырып, шығармашылық істерге уақыт бөлуге көмектеседі. Күтпеген қаржылай табыс не пайда болуы мүмкін. Кешке жаңа бастамалар үшін қолайсыз уақыт. Эмоцияны бақылау қиындайды, дұрыс шешім қабылдау да ауыр болады. Сондықтан бұрын бастаған істерді аяқтау дұрыс болады. Үлкен жиналыстарға, кештерге бару үшін қолайлы уақыт емес. Бірақ отбасымен тыныш кеш немесе сүйіктіңізбен кездескен пайдалырақ әрі жағымдырақ болады. Егіздер сәттілік, еңбекқорларды жақсы көреді, сондықтан белсенді жұмыс істеуге дайын болыңыз. Көптеген егіздердің амбициясы артады. Оны дұрыс бағытта қолдансаңыз, жұмысқа қатысты әсерлі нәтижелерге жетесіз. Басшылықтың мақтауы мен еңбегіңізді мойындау ықтимал. Пайдалы таныстар пайда болуы мүмкін, ықпалды адамдармен байланыс орнатып, олардың қолдауына ие боласыз. Мақсаттарыңызға жетуге және болашақ табыстарға негіз салуға жақсы мүмкіндік бар. Түстен кейін ашушаңдығы артуы мүмкін, сондықтан әсіресе жақын адамдармен сөйлескенде сөзге абай болыңыз. Туыстармен тіл табысу қиын болуы мүмкін, сондықтан даулы тақырыптарды қозғамаған дұрыс. Қаржы мәселесінде де мұқият болыңыз. Ойланбай жасалған шығындар немесе импульсивті сатып алулар шығынға әкелуі мүмкін. Сондықтан әр қадамыңызды алдын ала ойлап, қажетсіз нәрселерге ақша жұмсамаңыз. Шаян. Барлығы бір қалыпты өтпейді, бірақ көптеген қиындықтардың алдын алуға болады. Сабыр, ұстамдылық пен сыпайылық көмектеседі. Айналаңыздағы адамдармен бекерге дауласудың қажеті жоқ. Кей жағдайда өз пікіріңізді ішіңізде ұстау пайдалырақ болады. Басқаларды көндіру оңайға соқпайды, ал беделіңізге нұқсан келуі мүмкін. Үлкен жобаларды бастау үшін қолайлы күн емес. Келісімдер жасамаған, қаржылай тәуекелге бармаған жөн табыс әкелмейді. Түстен кейін көптеген шаяндар сезімтал әрі өкпешіл болады. Тіпті бұрын жақсы тіл табысқан адамдармен де түсініспеушіліктер туындауы мүмкін. Романтикалық кездесулер үшін де сәтсіз күн, бір-біріне өкпе арту мүмкін. Қоғамдық іс-шараларға қатысуға қолайсыз уақыт. Ал жалғыз қалу немесе жақын доспен кездесіп, эмоцияны ретке келтіру пайдалы болады. Арыстан, күрделі міндеттер мен ауқымды жобаларға кірісу үшін өте қолайлы уақыт. Көптеген арыстандар сенімді серіктестердің қолдауына және тәжірибелі әріптестердің кеңесіне сене алады. Сапарлар, әсіресе алыс жолдар, өте сәтті өтеді. Жолда қызықты адамдармен танысып, жақсы уақыт өткізуіңіз мүмкін. Жас арыстандар үшін романтикалық қарым-қатынас басталуы ықтимал. Бірақ оқиғаларды жеделдетпей, олардың табиғи даму жолын таңдаңыз.
Жақын болашақта қажет болатын пайдалы ақпарат аласыз. Ескі қарсыластарыңызды жеңіп, мақсаттарыңызға едәуір жақындай аласыз. Тартылымдылығыңыз бен байқағыштығыңыз артады, түрлі адамдармен оңай тіл табысасыз. Кез келген ортада жақсы әсер қалдырасыз. Қоғамдық өмірден ерекше ләззат аласыз. Бикеш бұл күн қиындықсыз өтпейді, бірақ оптимистік көңіл-күй олардың бәрін еңсеруге көмектеседі. Көптеген бикештер өздеріне беймәлім тапсырмаларды ғана орындап қоймай, айналасындағыларды да жемісті жұмысқа шабыттандырады. Ынтымақтастық жақсы жүреді, пайдалы байланыстар орнатылады, және үзілген қарым-қатынастар қайта жанданады. Жұмыс көп болады, бірақ сіз бәрін өзіңізге алуға мәжбүр болмайсыз. Жақындарыңыздың көмегімен уақыт тауып, өзге де маңызды істермен айналысуыңызға мүмкіндік туады. Олардың қолдауы дер кезінде келеді. Бұл уақытта әрі жұмысты, әрі үлкен жастағы туыстардың мәселелерін шешуге тура келуі мүмкін. Маңыздысын бірінші қою және ұсақ түйекке көңіл бөліну арқылы табысқа жетесіз. Бұл арманыңызға алғашқы қадам жасауға қолайлы сәт. Кешке қарай шаршау жиналады, сондықтан маңызды істерді кешке қалдырмаған жөн. Хоббимен айналысып, көптен бері кездесе алмай жүрген жақын достарыңызбен жолығыңыз. Таразы таңертең эмоцияны басқару қиынға соғады. Көптеген таразылар аса ашушаң болады. Жақындармен ұсақ түйек келіспеушіліктер туындауы мүмкін, бірақ оларды тез шешуге болады. Жеке өмірге қатысты уайымдар назар аударуды қиындатады, сондықтан күннің бірінші жартысы маңызды шешімдер қабылдау үшін қолайсыз. Басқаларға көмектесу үшін өз істеріңізден көңіл бөлуге тура келеді. Бұл сізге ұнамауы мүмкін. Жауап ретінде алғылыз. Егер ұсақ түйекке алаңдамасаңыз, жоспарларыңызды қайта құрып үлгерсеңіз де бәріне жетесіз. Кешке қарай оң өзгерістер байқалады. Күшіңіз артып, жағымсыз эмоцияларды еңсересіз. Сізге көмектесуге адамдар өздері ниет білдіреді. Кешкі уақытты отбасыға арнаңыз. Көптен бері кейінге қалдырылған шаруаларды аяқтауға жақсы мүмкіндік туады. Туыстармен қарым-қатынас жылылық пен түсіністікке толы болады. Сарышаян, егер бұрыннан бір үлкен іске кірісуді ойлап жүрген болсаңыз, дәл қазір соның уақыты. Бұл күн күрделі әрі маңызды істермен айналысу үшін өте қолайлы. Басқалар шеше алмаған мәселелерді шешуге сіздің қолыңыздан келеді. Көптеген сарышаяндар өз міндеттерін ойдағыдай орындап қана қоймай, айналасындағыларды ынталандыра алады. Ынтымақтастық көп пайда келеді. Сізді қиын сәттерде ақыл-парасатыңыз бен тәжірибеңіз құтқарады. Сенімді серіктестердің көмегімен кеңесіне сене аласыз. Күтпеген жағдайлар сізді састырмайды. Икемді ойлау қабілетімен сіз әр жағдайға бейімделе аласыз. Қаржылай қолдау, демеушілер немесе инвесторлар іздеу үшін қолайлы күн. Көмек күтпеген жерден келуі мүмкін. Бұрын басталған, бірақ аяқталмаған істерді ретке келтіріп бітіруге мүмкіндік туады. Кешке аздап шиеленіс болуы мүмкін, бірақ ол аса маңызды болмайды. Отбасымен пікірталас туындамасы үшін даулы тақырыптарды қозғамаған дұрыс. Мерген сіздің тартымдылығыңыз артады, бұл бірден байқалады. Көптеген мәселелерді шешуге және тиімді келісімдер жасауға мүмкіндік болады, әрі мұнда сіздің жеке рөліңіз зор болмақ. Көптеген мергендер өздерінде бұрын байқалмаған қабілеттерді ашады, бұл күтпеген жағдайда аса пайдалы болады. Басқалар қол үзген жерде сіз жол табасыз. Жаңа қызығушылықтар пайда болады, сол арқылы сіз көп жаңа адамдармен танысасыз. Қызметтік роман басталуы мүмкін, әрі сізге бірінші қадам жасаудың да қажеті болмайды. Бірақ асығыстық танытпаңыз, әйтпесе қателік жіберуіңіз мүмкін. Маңызды істермен күннің бірінші жартысында айналысқан жөн. Кешке қарай сабыр сақтау мен адамдармен тіл табысу қиындай түседі. Өз бетіңізбен орындай алатын істерге назар аударыңыз. Басшылықпен кездесу не маңызды келіссөздер үшін басқа күнді таңдаған жөн. Жақындармен арада бұрынғыдан қалған мәселелер ушығуы мүмкін. Оларды назардан тыс қалдырмаңыз. Сабыр мен ұстамдылық танытсаңыз, бәрін шешуге және ортақ келісімге келуге болады. Тәуешкі жоспарлаған істеріңізге кідірмей кіріскеніңіз дұрыс. Таңертең сіз көтеріңкі көңіл күйде, күшке толы және табанды боласыз. Көптеген тәуешкілер пайдалы адамдармен байланыс орнатылады.
Шетелдік серіктестермен келісімдер сәтті өтеді. Жаңа іскерлік байланыстар құрылады, олар күткеннен де пайдалы болады. Алдыңыздан жақсы мүмкіндіктер ашылады, сіз оларды жіберіп алмайсыз. Маңызды ақпарат алуыңыз мүмкін, ол сізге бәсекелестерден озып кетуге көмектеседі. Жаңа нәрселерді үйренуге жақсы уақыт. Болашақта қажет болатын пайдалы дағдыларды меңгересіз. Алайда тым өз-өзіңізге сенімді болмаңыз, қателіктерге жол беру қаупі бар. Кешке қарай көптеген тәуекелер асығыс шешімдер қабылдауға бейім болады. Сондықтан ештеңеге асықпаңыз. Әр қадамыңызды ой елегінен өткізіп, маңызды адамдармен сөйлескенде сыпайылықты ұмытпаңыз. Кешті тыныш ортада өткізген жөн. Көңіл хоббиіңізге көңіл бөліңіз немесе жақсы досыңызбен сыр бөлісіңіз. Су құйғыш сізді көптеген істер күтіп тұр, және сіз оларды сәтті атқарасыз. Бұған сабырлылық, тепе-теңдік сақтау және дұрыс басымдықтар қою қабілеті көмектеседі. Көптеген су құйғыштар айналасындағыларға оң әсер қалдыруда аса табысты болады. Бұрынғы қиын мәселелердің шешімін табуға мүмкіндік туады. Дегенмен тым өз-өзіңізге сенімді болудың қажеті жоқ. Кейбір күрделі тұстарды бірден түсіну қиынға соғады, сондықтан тәжірибелі әріптестер мен ересек достардың кеңесін елеусіз қалдырмаған жөн. Ұсақ мәселелер үшін дауласпаңыз және әрқашан өз айтқаныңызды дәлелдеуге тырыспаңыз. Көшбасшылыққа ұмтылысыңыз артады, бірақ бұл әрдайым орынды бола бермейді. Энергияңызды дұрыс бағытқа бағыттай алсаңыз, әсерлі нәтижелерге жетіп, іскерлік беделіңізді нығайтасыз. Сүйікті адамыңыз сіздің оған жеткілікті көңіл бөлмейтініңізге ренжуі мүмкін. Сондықтан кешке барлық істерді шетке қойып кездесуге уақыт арнаңыз, әсіресе егер сіз бірге серуендеп шықпағаныңызға көп уақыт өтсе. Балықтар бұл күн оңай болмайды. Негізгі нәрсеге назар аудару және ұсақ түйектерге алаңдамау қиын болады. Кейбір балықтарға өз істерін кейінге қалдырып, туыстарының мәселесін шешуге тура келеді. Бұл біраз уақытыңызды алады. Барлығы сіз күткендей бола бермейді, бірақ бұған бола түңілудің қажеті жоқ. Жағдайға тез бейімделу және жылдам шешім қабылдау қабілетіңіз үлкен көмек болады. Уақыт өте келе эмоцияны бақылап, өзіңізге тән тартымдылықты көрсете бастайсыз. Бұл келіспеушілік болған адамдармен қарым-қатынасты түзету мүмкіндігі туады. Егер барлығын өз мойныңызға алуға тырыспасаңыз, бірлескен жұмыс табысты өтеді. Кейбір балықтардың алдында жақсы мүмкіндіктер ашылады, оларды уақытылы пайдаланып қалу маңызды. Кешке маңызды істерді қалдырмаған жөн. Барлық шешімдеріңіз сәтті бола бермейді. Кей жоспарлардан бас тартуға, кейбір ойларды кейінге қалдыруға тура келеді. Кешке ұсақ түйекке байланысты туыстармен келіспеушілік болуы мүмкін, бірақ үлкен жанжалға ұласпайды. Егер сабырлық танытып, олардың ұсақ кемшіліктеріне түсіністікпен қарасаңыз, бәрі тез реттеледі.